Барларыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Камила. Бүгін мен сіздерге күшті лайфхак көрсететін боламын. Өсімдіктерді қалай тез өсіруге болатын методты көрсетем, яғни ол подкормка деп аталады. Аптасына бір рет немесе 2 аптада бір рет құйсаңыз болады. Өсімдіктеріңіз кәдімгідей дрожждағыдай көтеріліп, әдемі болып өсетін болады. Сосын бізге керектісі бұл перекись водорода. Перекись водородадан 2 ас қасық құясыз. Мен сіздерге көрсетем. Міне перекись водорода мен спрей түрін ала салғам. Негізі андай жабық түрін алған дұрыс екен. Бірақ спрей түрі маған керек болады, өйткені сіздерге келесі видеода көрсететін боламын. Міне 2 ас қасық сіздерге көрсетейін. 2 ас қасық перекись водорода. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міне. Содан кейін барып гүлдеріңізге 2 аптада бір рет немесе 1 аптада бір рет құйсаңыздар жеткілікті. Гүлдеріңіз тез өседі, және де гүлдердегі жаңағы неше түрлі аурулар болады. Мысалы грибок аурулары, гүлдердің де өзі сарғайып кетеді. Гүлдер шіріп кетеді, мысалы, соның бәрін алдын алады. Перекись водорода өте пайдалы гүлдерге. Ол кислородпен, қалай айтсам болады, топырақты кислородпен, яғни оттегімен байдады екен. Және де тамырлар оттегіні алып өте жақсы өсетін болады. Сондықтан сіздерге айтарым, ең қарапайым метод бұл перекись водорода. Ештеңе сатып алудың қажеті жоқ, ешқандай удобрение алудың қажеті жоқ. Магазиннен қымбат удобрениелер вообще қажет емес. Только перекись водорода болса болды, проблема решена, яғни бүкіл проблеманы шешіп тастайды. Мен өзім перекись водороданы қолданамын. Өзімнің гүлдеріме перекись водороданы қолданамын, достар. Мынандай сияқты тез өседі, тез тамыр шығарады. Сосын барып пересадка жасаған кезде де өте ыңғайлы. Жалпы сіздерге айтарым, осы менің қолданатын подкормкам осы перекись водорода. Бұның қазақшасы сутегі қандай? Сутегі оттегінің сутегі қана. Кешіріңіздер достар, мен қазақшасын қазір айтам сіздерге. Сутегінің асқын тотығы осы перекись водорода. Жалпы солай достар, негізінде 2 аптада бір рет құйған дұрыс. Егер гүлдеріңіз сарғайып жатса, онда 1 аптада бір рет, аптасына бір рет құйып тұрған жөн. Профилактикада жақсы болады, жаңағы ауырмайды, гүлдеріңіз сарғайып кетпейді. Жалпы солай достар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, әлбетте маған лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Қазір шынымды айтсам достар, маған подписаться етіңіздер, видеомды таратып жіберіңіздер, және комментарий жазыңыздар. Мен өте сіздерге риза болар едім, және де алғысым шексіз достар сізге. Сіздердің барларыңызға шүкір өте.